Ілияс Жансүгіров қазақ ақыны, драматург, сатирик, журналист, аудармашы және қоғам қайраткері. Қазақстан жазушылар одағының тұңғыш төрағасы. Жансүгіров өлең жазуды 1912 жылы бастаған. Оның Балдырған, Қызыл жалау атты өлең дәптерлері кейін 1957 жылы ұлттық кітапханадан табылды. Қазақтың ақиқ ақыны Ілияс Жансүгіровтің 70 жыл қамауда жатқан Бадырақ атты роман туралы не білесіз? Бұл роман Қоянбай атты жігіттің байдың қолында жалшы болып жұмыс істеуі. Байдың 4-ші әйелі жесік болады, ал жесіктің ішкені ілім, жегені желім болады. Оған бәйбіше де бай да маза бермейді. Уақыт өте келе Қоянбай мен жесік көңіл қосып, екеуі бірге болады. Алайда толаштақ бәйбіше оларды байға ұстап береді. Бай өз кезегінде оларға қорлық көрсетіп, бүкіл елге мазақ қылады. Сол сәтте оларды Қазантөке құтқарып алады. Ал оларды Қазантөке шынымен құтқарып ала ма, әлде байдың қолында қор болады ма? Осы және басқа да қоғамдағы мәселелер Бадырақ романында баяндалады. Бадырақ романынан түсетін ойымыз ескі мен жаманның тартысы, адамдар арасындағы болмыс, махаббат мәселесі де жан-жақты қамтылған. Шығарма тарихи құндылығымен де, көркемділігімен де көз тартады.